Кеше бийим мороженega ұқсаған 4 печеньең бар еді ғой, содан сілеп берсе деп қалды. Трайфл ма десем, мен қаяқтан білейін, мороженega ұқсайды ғой деп қойды. Трайфл болса трайфл, сізлен айлансын деп 4 маекті 5 қасық құмшекер менен жақсылап араластырып жібереміз. Қалесеңіз венчикте, қалесеңіз миксерде. Мен миксерде көпірттім. Тезлеу болды қаледім. Үстіне есе 1 кесе қатық, 1 кесе май. Оны да атына бір араластырып жіберіп, 2 қасық какао, 1 қасық разгрет етіп, 1,5 стакан ұн. Ұнды 2-ке бөліп, баста 1,5-ын салып, бір араластырып жіберіп, кейін 1,5-ын салып, бір араластырып, қалеген лиске сасаңыз болады. Мен печканың бір лисіне жұқа етіп салдым. 35-40 минутта пісіп шығады. Жұқа болғаны үшін. Және де печкаңыздың жағдайына қарайсыз. Кейін есе 1 кесе құмшекерді 400 грамм қаймақ пенен вареный молоконы қосып, жақсылап қою болғанша көпіртеміз. Егер вареный молокоңыз болмаса, шатеміз. Нұрмұхаммед балам бананды турап берді. Мұратбек балам есе піскен кексті қолы менен турап ұрпақлап берді. Сіздер де балаларыңызды шақырып келің. Бүлдіреді деп қорықпаң. Ядында қалады. Ертең өздері сілеп үйренетін болады. Майдалап алған кексімізді дізіп, үстіне сүт пенен пропитка қылып, оның үстіне қаймақты үстіне есе бананды дізіп, егер сіздер балаларым тікіндей қылып, тек қана тарелкаге дізіп, бір слойлы қылып жейтін болсаңыз, бананның үстіне азғандай қаймақ жағып, үстіне шоколадты қойып, холодильникке кемінде 2 сағатқа қоясыз. Мен 2 слойлы қылдым. Тайын болған трайфлымыздың үстіне шоколадты сүтпенен ертіп, үстіне құйып, үстін банан һәм шоколадлармен безейміз. Балаларыммен істеген трайфлымыз мені жақты. Рахметтен айтып, ертең және продукт әкеп беремін. Және сілеп бересіз ба деп, және заказға алдық. Ал енді сіздер балаларыңызға қашан сілеп бересіз? Егер де сілеп берсеңіз, мамамды белгілеп кетуді ұмытпаң. Һәм ішкі ашпасын трайфл мазалаштықты. Балаларымның айтқанындай, сіздерге ас болсын. Егер ұнаған болса лайк басып, подписка басып кетуді ұмытпаң.